Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Сабақта амоним сөздерді ажыратып және сөйлеуде қолданып үйренеміз. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты қайталайық. Антоним дегеніміз не еді? Антоним дегеніміз ол бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Суретке назар аударыңдар балалар. Мына терезе қандай, ал мына терезе қандай? Қаны антоним сөздерді тауып көрейікші. Ойландық па? Онда олай болса өзімізді тексерейік. Жабық, ал мынау ашық. Тамаша. Келесі синоним сөздерге назар аударайық. Синоним сөздер мағыналары бір-біріне жақын, бірақ дыбысталулары әртүрлі сөздер. Суретке назар аударайық. Балалардың көңіл күйіне назар аударайық. Қалай ойлайсыңдар? Қандай сөздер, қандай синоним сөздер жасырынып тұр? Ал ойланып болсақ, тексерейік өзімізді. Көңілді және қуанышты. Бұлар синоним сөздер екен. Балалар, сөйлемдерге назар аударайықшы. Қаламмен жаз. Екінші сөйлем жаз келді. Бұл жерде жаз сөздері барлық жерде айтылып тұр. Енді олардың жазылуына назар аударыңдар. Жаз, жаз, жазылуы бірдей, айтылуы да бірдей. Яғни, бұларды біз қалай ойлайсыңдар? Қандай сөздер дейміз? Балалар, біз бұл сөздерді амоним сөздер дейміз. Яғни, айтылуы, естілуі, жазылуы, дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі. Бірінші сөйлемде қаламмен жаз, екінші сөйлемде жаз келді. Жаз мезгілі туралы айтылып тұр. Ережені қайталайық. Амоним ол дыбысталуы, жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Тағы да мысалдар келтіріп көрейік. Ара, еңбекқор жәндік. Келесі ара, құрал сайман. Осы жерде айтылуы да, дыбысталуы да, жазылуы да бірдей сөздер. Қай сөздер болып тұр? Ара, ара. Бірақ мағынасына назар аударайық. Ара ол бірінші суретте ол жәндік. Ара ол құрал сайман. Балалар, келесі тапсырма мәтінге назар аударайық. Бірінші сөйлемге қарағыңдар. Бұл қызыл алма. Яғни бұл жерде алма сөзі ол жемісті білдіреді. Екінші сөйлем. Оны рұқсатсыз алма. Бұл жерде алма сөзінің мағынасы қимылды білдіріп тұр. Үшінші сөйлем. Алма адамның есімі. Бұл сөйлемде алма сөзінің мағынасы ол қыз баланың есімі екені айтылып тұр. Өздерің байқағандай, жазылуы бірдей, айтылуы бірдей, бірақ мағыналары әр түрлі. Бұлар амоним сөздер. Балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күн қаңтардың 12-сі сынып жұмысы деп жазыңдар.
Оқулығымыздың 11-ші бетіндегі 16-ші жаттығуды дәптерге орындаймыз. Сөздердің мағынасын түсіндіреміз. Бас, өкпе, ат, жаз және олардың әрқайсысына екі түрлі мағынаны білдіретіндей сөйлемдер құрап жазамыз. Бірінші сөз бас. Бас ол адамның дене мүшесі. Екінші мағынасы жерді аяғымен бас. Бұл жердегі амоним сөздер қай сөздер? Бас. Асын сызып қойайық. Бас, бас. Бірінші сөйлемде адамның мүшесі екенін не деген сұраққа жауап беріп тұр. Екінші сөйлемде қимыл әрекетті білдіріп тұр. Бас. Келесі өкпе. Өкпе адам мен жануардың тыныс алу мүшесі. Ал екінші мағынасы сен маған өкпе айтпа деген мағынаны білдіріп тұр. Бұл жерде де өкпе айтылуы, жазылуы бірдей, мағыналары әр түрлі. Келесі сөйлем нәресте дүниеге келгенде ата-анасы ат қойған. Амоним сөз ат. Екінші сөйлемі ер қанаты ат. Бұл да амоним сөз. Айтылуы, жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әр түрлі. Келесі сөйлемдерге қарайық. Дәптерге сөйлемді көшіріп жаз. Жаз қимыл әрекетті білдіріп тұр. Жаз мезгілінде ыстық күндер көп болады. Жаз ол жылдың мезгілін білдіріп тұр. Жазылуы, айтылулары бірдей, мағыналары әр түрлі. Балалар, келесі тапсырма жеке жұмыс. Оқулығымыздың 12-ші бетіндегі 17-ші жаттығу. Көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп жаз. Алдымен сөйлемдерді көшіріп аламыз. Одан соң әр сөздің мағынасына түсініктеме жазамыз. Бұл жерде амоним сөздер біз. Біз қандай мағынаны білдіреді бірінші? Екінші, тағы ол қандай мағынаны білдіреді? Соларды жазып шығамыз. Балалар, бүгінгі сабақта біз амоним сөздермен таныстық. Яғни дыбысталуы, жазылуы бірдей, мағыналары әр түрлі сөздер. Мұндай сөздерді амоним сөздер дейміз. Мысалы, шаш. Амоним сөз. Айтылуы, жазылулары бірдей болып тұр. Бірақ екеуінің мағынасы екі түрлі. Шаш бірінші мағынасы адамның шашы, екінші мағынасы қимыл әрекетті білдіреді, кәмпитті шаш. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.